Массаж ежелден келе жатқан емдеу әдісі. Оның тарихы мыңдаған жылдарға сойылады. Ежелгі Қытай, Египет, Греция, Римде массажды ауруды басу және денені сауықтыру үшін қолданған. Гиппократ массажды медицинаның атасы деп атаған. Ол массаждың қан айналымын жақсартатынын, бұлшықеттерді босаңсытатынын және ауырсынуды басатынын атап өткен. Қазіргі таңда массаж денсаулықты сақтаудың танымал әдісі болып табылады. Ол стрессті азайту, бұлшықет ауырсынуын жеңілдету және жалпы әл-ауқатты жақсарту үшін. Массаждың денсаулыққа пайдасы өте көп. Ол қан айналымын жақсартады, бұлшықеттерді босаңсытады, ауырсынуды басады, стрессті азайтады және иммунитетті көтереді. Массаж кезінде қан айналымы жақсарып, бұлшықеттерге оттегі мен қоректік заттардың жеткізілуі артады. Бұлшықеттер босаңсып, ауырсыну сезімі азаяды. Массаж сонымен қатар стрессті азайтып, релаксация сезімін тудырады. Бұл организмдегі жақсы сезіну гормондарының бөлінуіне ықпал етеді. Көптеген пайдасына қарамастан, массаждың кейбір зиянды әсерлері де болуы мүмкін. Егер массаж дұрыс жасалмаса, ол ауырсынуды күшейтіп, жарақатқа әкелуі мүмкін. Сондай-ақ кейбір аурулар кезінде массаж жасауға болмайды. Мысалы, қан үйі бұзылған, тері аурулары бар немесе онкологиялық аурумен ауыратын адамдарға массаж жасау ұсынылмайды. Массаж жасамас бұрын дәрігермен кеңесіп, денсаулығыңызға қатысты барлық ақпаратты беру маңызды. Массаждың түрлері өте көп. Олардың әрқайсысының өзіндік әдістері мен мақсаттары бар. Ең танымал массаж түрлеріне мыналар жатады: классикалық массаж, спорттық массаж, ароматерапиялық массаж, ыстық тас массажы, тай массажы, шиацу массажы. Классикалық массаж ең кең таралған массаж түрі. Ол бұлшықеттерді босаңсыту, қан айналымын жақсарту және ауырсынуды басу үшін қолданылады. Классикалық массаж жасау үшін біріншіден массаж жасайтын жерді дайындаңыз. Бөлме жылы және жайлы болуы керек. Екіншіден, массаж майын немесе кремін қолданыңыз. Үшіншіден, жеңіл сипалау қимылдарымен бастаңыз. Содан кейін біртіндеп қысымды күшейтіңіз. Әрі қарай бұлшықеттерді уқалау, созу және басу әдістерін қолданыңыз. Ақырында массажды жеңіл сипалау қимылдарымен аяқтаңыз. Спорттық массаж белсенді өмірге серік. Спорттық массаж спортшыларға арналған арнайы массаж түрі. Ол жаттығулардан кейін бұлшықеттерді қалпына келтіру, жарақаттардың алдын алу және спорттық нәтижелерді жақсарту үшін қолданылады. Спорттық массаж классикалық массажға ұқсас, бірақ ол әдетте қарқынды және тереңірек болады. Релаксация сыйлайтын ароматерапиялық массаж. Ароматерапиялық массаж эфир майларымен жасалады. Эфир майлары өсімдіктерден алынады және олардың емдік қасиеттері бар. Ароматерапиялық массаж релаксацияны ынталандыру, стрессті азайту және көңіл күйді жақсарту үшін қолданылады. Таспен емдеу, ыстық тас массажы. Ыстық тас массажы. Ыстық тастарды денеге қойып жасалатын массаж түрі. Ыстық тастар бұлшықеттерді босаңсытып, қан айналымын жақсартады. Ыстық тас массажы сонымен қатар стрессті азайтып, релаксация сезімін тудырады. Қорытынды денсаулық сақтау құралы. Массаж денсаулықты сақтаудың тиімді және қолжетімді әдісі. Ол денсаулыққа көптеген пайда әкеледі, соның ішінде қан айналымын жақсарту, бұлшықеттерді босаңсыту, ауырсынуды басу, стрессті азайту және иммунитетті көтеру. Массаждың түрлері өте көп, сондықтан сіз өзіңізге сәйкес келетін таңдай аласыз. Массаж жасамас бұрын дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Массаж бұл тек релаксация емес, сонымен қатар денсаулықты нығайтудың табиғи әрі тиімді жолы.